Олы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан қос батыр қыз бар. Олар Алия мен Маншук. Елі ушын жан киған қазақтың батыр қыздары. Алия Молдағулова Олы Отан соғысында мерген болды. Ол 78 фашисты жойған. 1944 жылы Псков облысындағы шайқаста батальонды шабуылға бастап, ерлікпен қаза тапты. Маншук Маметова пулеметші болған. Невель қаласы үшін шайқаста жоғы созы 3 пулеметпен қарсы шабуылға тосқауыл қойып, 70-тен аса жауын жойды. Сол шайқаста ерлікпен қаза тапты. Маншук Алия батырлар жауға қыран атылған, олардың ерлік жолдарын ұрпақ жырға қосып жүр. Әлия батыр қыз еді жауға қарсы тек тұрды. Елен қорғап жан беріп, ерлік жолын жандырды. Маншук біздің еркіміз, отан үшін өлген қыз. Ерлігімен елге нұр, мәңге есте жүрген қыз. Қос қызымыз мақтаныш, ел намысын қорғаған, ерлігімен еліне мәңгі өшпес жол салған. Маншук пен Алия батырлықтың символы. Олардың есімі мәңгілік. Кеңес одағының батыры атағын алған алғашқы қазақ қыздары.